Күніне планетамыздан 100 мыңдаған ұшақ аспанға көтеріледі. Сіз қазір видеоны көріп отқан кезіңізде-ақ мыңдаған ұшақ аспанда жүрген болар. Ұшақпен ұшу алыс жерге қауіпсіз жеткізе алатын тасымал түрі болып саналады. Бірақ кейбір кезде кездейсоқ оқиғаларда болып тұрады. Егер көлікпен жүрсеңіз, жолда бензиніңіз таусылып қалса, тоқтатып, жақын жердегі жанармай бекетіне тартып апаруға болады. Ал егер ұшақта болсаңыз және жанармай таусылып қалса, бұл айтып жеткізе алмайтын бір жағдай болады. Дәл осы айтып жеткізе алмайтын жағдай Канаданың әуе лайнерінде 1983 жылы 3 шілдеде болған болатын. Air Канаданың 143 ұшағы Торонтодан Эдмонтон қаласына ұшырылған болатын. Аман-сау жеткеннен кейін дәл осы ұшақ Эдмонтоннан Монреальға ұшады. Осы оқиғалардан кейін біз айтпақ болған оқиға орын алатын болады. Ескерте кетейік, ұшақ капитаны Роберт Пирстің әуеде 15 мың сағаттық тәжірибесі және көмекшісі Маурис Канталда 7 мың сағаттық тәжірибесі бар болатын. Және ең қызығы мынада болатын. Дәл сол кезде Канада елі империялық өлшем жүйесінен халықаралық өлшем жүйесіне ауысып жатқан болатын әуе саласында. Бірақ бұл метр системасын Air Canada тек Brand New 767 ұшағына енгізген болатын. Air Canada 143 болса, басқа ұшақтар сияқты империялық өлшем бірліктерін пайдаланатын еді. Және дәл осы өлшем бірліктері ұшақтарды жанармаймен толтыратын жердегі қызметкерлерді шатастырып жіберген. Олар 22.300 килограмм құйылуы керек меженің орнына империялық өлшем бірлікпен 22.300 фут жанармай құйып қойған болатын. Бұл керекті 22.300 килограмм меженің жартысындай ғана шама еді. Ал ұшақ командирі мен қызметкерлері бұл нәрсе туралы еш ойламаған болатын. Олар барлығын дұрыс істеген болар деп ұшуларын жалғастыра берді. Тек 12 километр биіктікте бір двигательдері істен шыққан кезде ғана ұшақты жанармай бітіп қалғанын көреді. Бұл кезде олар Монреальдан Эдмонтонға ұшып бара жатқан болатын және жарты жолды бағындырып қойған еді. Сол себепті дереу Виннипегке апатты жағдайда қонуға тура келеді. Бірақ дәл осыдан кейін екінші двигатель істен шығып ұшақтағы электрді жоқ қылып жібереді. Электрсіз ұшақ Виннипегке қонғысы келеді. Капитан Пирсон борттағы 61 жолаушыны қалайда болсын жерге аман-сау жеткізуі керек болатын. Олардың двигательдері істен шыққан, электрі жоқ және қолда тек басты құрал-саймандар ғана болатын. Және олар уақыттарының да өте аз екенін білетін. Ең бірінші олар дереу ұшақтың мануалдарынан керекті нәрселерді тапқысы келеді. Бірақ екі двигательде істен шықса не істеу керектігі жазылмаған екен. Бұндай оқиға олардың өмірінде бірінші рет болатын. Олар тіпті жаттығу симуляторларында да бұндай оқиғаны кезікпегенін айтады. Сонымен бұған ешкім дайын болмай шығады. Сәттеріне орай капитан Пирс бұрын глайдер ұшақтарын айдап көрген болып шығады. Глайдердің жылдамдығын вертикал арқылы жіберіп горизонталын нөлге теңестіріп, бұл жылдамдықты қайта алу арқылы капитан Пирс пен оның көмекшісі аз ғана уақыттың ішінде барлығын өлшеп, қалай қонуға және қандай жылдамдықпен қонуға болатынын есептеп алады. Олардың есебі бойынша олар Виннипегтен өте алыстап кеткенін байқайды. Сол үшін жақын жердегі Гимли есімді әуежайға қонуға тура келеді. Бірақ дәл сол уақытта Гимли әуежайында үлкен ұшақ трассаларында көлік жарысы өтіп жатқан болып шығады. Ал экипаж мүшелері болса, бұл нәрседен бейхабар. Сондықтан жаймендеп қонуға әрекет жасай бастайды. Бірақ мынадай үлкен қиыншылықтарға тап болады. Біріншіден, ұшақ двигательсіз, сол үшін дыбыс шықпайды. Бұны жаңағы әуежайдағы жарысып жатқан көліктер естімей қалуы мүмкін. Екіншіден, ұшақтың алдыңғы дөңгелектерін реттеуге электр жоқ болатын. Сол үшін ойнап тұрды. Бірақ бұларға қарамастан ұшақ әуежайға жаймендеп қона бастайды. Дәл қонған кезде капитан Пирс тежегішті іске қосады. Осының әсерінен алдыңғы ойнап тұрған дөңгелек сынып, ұшақтың алдыңғы бөлігі жерге тиіп, үйкеліс күші пайда болады. Пирсон барлық тежегішті іске қосады. Осы бір үйкелістің әсерінен ұшақ аман-есен тоқтайды. Ұшақта ешкім жарақат алмайды, бәрі аман-есен жетеді. Капитан мен көмекшісі алғашында кінәлі болып саналғанмен, кейінірек бұл ерліктері үшін түрлі марапаттарға ие болады. Бұдан соң капитан мен көмекшісі жұмыстарын жалғастыра береді. Видеодан шығатын сабақ, математикаңыз бен физика біліміңіз төмен болса, сізді үлкен проблемаларға әкелуі мүмкін. Ал егер жақсы болса, сізді сол проблемалардан аман-есен алып шығады. Сонымен видеомыз соңына жетті. Лайк басып, арнада бірінші рет болсаңыз, қоңыраушаны басып тіркеле кетіңіз. Сіздер үшін жай ғана саусақ тигізу, ал біз үшін үлкен қуаныш.